Зере біраз нәрсе айтқысы келген еді, бірақ батылы жетпеді. Сәл үнсіздіктен соң: "Иә, білемін, уайымдама, бақытты болыңдар. Сен де маған ағам секілді едің, сондықтан өзіңді кінәлама. Жеңгем кім болды сонда деймін?" "Ару, бірге оқитын." "Аруға үйлендің бе?" "Иә." "Жақсы, екеуің қатты жарасасыңдар. Бақытты болыңдар. Жай құттықтап қояйын деп хабарласқамын." "Рахмет, Зеретай." "Жақсы." Зере тұтқаны қоя сала тағы жылады. Іші өртеніп барады. Бүгінгі күні жылаумен өтті. Қайтсын, бауыр басып ұнатып қалған еді. Енді сүйгені басқаға үйленіп кетіп отыр. Түнмен ұйқысы да жөнді болмады. Таңертеңгісін амал жоқ, оқуына бару керек. Сүйретіліп оқуына келді. Көздері ісіп кеткен, түрі шаршаңқы. Құрбысы көре сала: "Не болған түріңе? Ауырып тұрмысың?" "Жоқ." "Неге, не болды?" "Асқар үйленіп кетті." "Қойшы, кімге?" "Дос қызына, бірге оқитын. Мені ұнатпапты. Қарындасы ретінде ғана қарайды екен." "Қойшы соны, содан басқа жігіт құрып қалды ма?" "Сонша жылап сен де." "Сені басқа бір жігітпен таныстырамын." "Не қыласың, сені ұнатпаса, жүгіре бересің бе артынан?" "Ұмыт оны, болды. Саған әлі талай жігіттер ғашық болады. Көр де тұр." Зере күнде оқуына келіп жүр. Ойының бәрі Асқар, бауыр басып қалғаны сонша, көрмегенге іші алай-дүлей болып, бір рет болса көргісі келіп жатыр. Бірақ хабарласуға өзін әрең ұстап жүр. Өз-өзіне болды: Зере, ұмыт, оның келіншегі бар, бақытты өмір сүріп жатыр деп үгіттеп қояды. Арада ай өтпестен құрбысы Зереге хабарласады: "Бүгін дайын отыр, бір жігітпен таныстырамын. Асқарға ерегіссең де, басқа біреумен жүрсең. Қашанғы жүремісің мұңайып? Сенің қазіргі жағдайына қарап, жүрегім ауырады. Еңсеңді көтер, бір жігіт үшін өзіңді тастап жібересің бе?" Дастан жақсы жігіт. Өзінің кәсібі бар, соны дөңгелетіп отыр. Оқыған, тоқтаған жігіт. Бұдан артын таппайсың деп асыра мақтап жіберді. Кешкісін құрбысы екі жігітті ертіп келді. Бұл шыққанша есік алдында күтіп тұрды. Зере терезеден аңдып қарап қойды, қайсысы болды екен деп. Көп ұзамай бетін әрлеп киініп Зере де шықты. Сәлемдесіп болған соң, құрбысы екеуі мәшиненің артқы жағына барып жайғасты. Қаланың қақ ортасында жақсы бір кафе екен. Ішке кіріп жайғасты. Құрбысы ортада таныстырып жатыр. Дастан деген ұзын бойлы, ақ құба келген, сымбатты жігіт екен. Қасындағы Дастанның жолдасы Ғабит. Дастан бір қарағанда көз тоярлықтай жігіт. Бірақ бәрібір Асқарға жетпейтін сияқты. Әңгімелесіп отырып, Дастанға көзі түсіп кетіп еді, ол да Зереге қарап отыр екен. Сынап отырғандай қарап отырды. Қайтқанша көз алмай отырғанын Зере сезді. Үйлеріне тарарда хабарласатын болып қалды. Құрбысы Зеренің үйіне қонды. Екеуі үйге кіре сала әңгімені айтып жатыр. Құрбысы: "Қалай екен, ұнады ма?" "Бір қарағанда жақсы сияқты." "Жақсы болғанда қандай?" "Бұдан артыңды таппайсың. Бұл үйленетін жігіт, сондықтан асығыс. Ертерек жауабыңды айту керек. Сені ұнатып отырғаны анық, барғанда да, қайтқанда да саған қарап отырды." Зере ойланып отыр, не істесем болады? "Ерте емес пе?" дейді. Бір жағынан Асқардың бұны тастап кеткені есіне түссе, ашуланып кетеді. "Неде болса көремін. Егер үйленемін десе, кете беремін. Мені қалып кетті деп ойламасын. Ондаған жақсы бай жігітке шығыпты деп ойласын" деп асығыс шешім қабылдап отыр. Ертесіне Дастан хабарласты. Кешке келетінін, айтатын сөзі барын айтты. Айтқан уақытында Дастан келді. Екеуі саябаққа барып, оңаша әңгімелесіп отыр. Үйленетінін, ұнатып қалғанын айтып отыр. Ұзақ уақыт жүрмей, үйленгісі бар. Енді Зеренің жауабын білмекші болып келген екен. Асқарға ерегісіп жарайды деген жауабын сол жерде беріп жіберді. Өзі де қалай тез болып кеткенін білмей қалды. Араға 3 күн салып Зере тұрмысқа шығып кетті. Алып қашып барды тек өз келісіммен. Барған жері бақуатты отбасы екен.
Атасы жақсы кісі, бірақ анасы түрі суықтау келген өзге ұлттан екен. Бара салып отырса да, тұрса да әр қимылына сын айтып отыратын болды. Өзінің осы уақытқа дейін белгілеп қойған ережесін ұстанғысы келді. Дастанда анасын тыңдайтын ол екен. Анасы не айтса, екі етпей орындайды. Үйінде сол енесі би,